Абайдың 35-ші қара сөзі. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шиет соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат үшін, сый-құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шиет болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ахиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниен мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниен харап болған. Сонымен қылған өнерлерінде бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіне ахиретті ұстап, дін ниетін дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар, деп. Ана шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер, мен разы болдым. Сіздерге лайықты, құрметті орным бар, дайын кіріңдер. Һәм ол разылықтарынан басқа осы мақшар ішінде сендердің осы қылғанына өзі қылмаса да, іші еріп ынтық болған достарын табылса, шафағат қылыңдар, деп айтар дейді. 1896 жыл.